Ассалаумалейкум баршаға қайырлы күн. Бүгін бізде Нива. Енді мен сіздерге бұл машина жөндеу жөнінде емес, қолдың майын. Енді білетіндер білетін бар енді. Калимбардың ішіндегі боқтықпен араласқан май. Соны фермен жусаң біздің қолдардан кетпейді. Сонымен қиылмаған свежий маймен жуса жақсы кетеді деп айтып жіберейін деп жатқаным ғой. Енді білетіндер білетін бар енді. Білмейтіндерге көмегі болар деп айтып жіберіп жатқаным енді. Постоянно машинада жүрген адамдар білетін бар енді. Андай немен сабымен, ферримен жуғанда да кетеді, бірақ менің қолымнан кетпейді. Қатыстары көп болғасында. Онда да жаңағыдай маймен жуса қазір жуып көрсетейін, ыңғай болса. Бензинмен жуса да кетеді негізі, бірақ көп қатыстарында қалып қояды. Маймен жуған жақсы деп айтып жіберіп жатқаным не екен. Қасы жуып болған, сүртіп болғаннан кейін көрсететін болып. Тағы бір қолмен сүріп, бір қолмен істеу ыңғайсыздау болып тұр енді. Сонда да көрсетіп жіберейін. Бензинмен жуғанға қарағанда осы маймен жуған жақсы деп айтып жіберіп жатқан. Қазір көрсетемін да. Енді жаңа мындай майды трәпкіге құйып шамалы жұқтырып алдым да, сонымен жаңағыдай етіп жуып шықтым, сүртіп. Таптада көріп тұрғаныңыздай лайфхак деп қоясың ғой. Енді сіздерге де көмегі тиіп жатса ризамын. Жақсы, істеріңіз оңынан болсын, сәттілік. Енді бензинмен де жуға, бензинмен жуған, сәлеркін жуған иісі шығып не істеп жүреді да, сосын қол жарылып кетеді бензин. Онда маймен істесең иісі шықпайды, жақсы да. Енді көмегі тиер деп жазып жатқаным ғой. Істеріңіз оңынан болсын. Рахмет баршаңызға.